Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пістенің пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бос уақытта пісте шағып, уақыт өлтірмеген адам кемде-кем адам, алайда біз оның денсаулыққа пайдасы мен зияны жайлы көп біле бермейміз. Кішкентай кезімізде үлкендер пістені көп шақсаң соқыр ішек боласың немесе тамағың ауырады деген тыйымдармен қорқытатын. Ал расында да пісте адам ағзасына қалай әсер етеді? Пістеден май жасайтын бәрін білеміз, дегенмен оның өзге де пайдалы тұстары бар. Пістенің дәні кальций мен магнийге бай. Сонымен қатар оның құрамында В, А және Д дәрумендері бар. Олар тері мен шашқа өте пайдалы. Мүмкіндігінше пістенің дәнін табиғи күйінде, яғни өсіп тұрған жерінен собығын жұлып алып, дәнін теріп, шағып жеу қажет. Ал тазалау мен сұрыптаудан өткен пісте өзінің пайдалы дәрумендерінің біраз бөлігінен айырылып қалады. Ғалымдардың айтуынша, әлемдегі әрбір үшінші адамның ағзасында май ерітетін дәрумендер жеткіліксіз. Соның салдарынан әлемде семіздік дерті тез тарап барады. Ал пісте болса, дәл сондай дәрумендерге бай. Сонымен қатар ол ағзаның ерте қартаюынан да сақтайды. Пісте әсіресе артық салмақтан арылу үшін диета ұстайтын жандарға пайдалы. Қарын қатты ашқан кезде аз ғана пісте дәнімен қоректеніп алсаңыз, ол ұзаққа дейін асқазанды тоқ ұстайды. Оның құрамындағы май мен ақуыз кәдімгі тамақ сияқты. Қуырылмаған пістенің дәнінде адам ағзасында ең керекті элементтер йод пен темір және магний бар. Олар жүректің жұмысын жақсартып, тамырларыңызды шлактан тазалайды. Сонымен қатар пісте жүйкені тыныштандыратын керемет құрал. Оны темекі орнына пайдаланған абзал дейді дәрігерлер. Достар, егер осы видео ұнаса, лайк басып, каналыма қолдау білдіріп кетулеріңізді сұраймын. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.